Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары әртүрлі болды? Француз революциясы демократиялық еркіндіктер жариялауы аса зор тарихи маңызға ие болды. Тарихта тұңғыш рет азаматтар жалпыға бірдей сайлау құқығына, жиналыс құқығына, буржуазиялық демократиялық республика құру құқығына мүмкіншілік алды. Революцияның арқасында ғасырлар бойы заң, дәстүр және тәжірибе жойылған жоқ. Бірнеше адам бұрын-соңды болмаған жағдайды болжай алды. Бірақ соғыс Европада революцияны таратып, континентті тұрақты түрде өзгертті. Революция кезінде мерзімді басылымдар пайда болды. Солардың ішінде Жан-Поль Марат шығарған «Халық досы» газеті үлкен беделге ие болды. Француз революциясы жетекшілерінің бірі Жан-Поль Марат 1793 жылы 13 шілдеде Парижде өлтірілді. Ұлттық конвенттің ең ықпалды мүшелерінің бірі болған Мараттың өлімін француз суретшісі Жак-Луи Давид өзінің «Мараттың өлімі» картинасында бейнелейді. Жак-Луи Давидтің картинасы әлемдік деңгейдегі шедевр болып саналады. Марат якобиндік террорды жан-жақты қолдаушылардың бірі болды. Тері ауруына шалдыққан Марат үйден шықпай, ауыртпалығын жеңілдету үшін үйінде шомылып жүрген. 1793 жылы 13 шілдеде жерандистердің жақтаушысы Шарлотта Корде оның жуынатын бөлмесіне кіріп, халық ісі үшін күрестің азапшысы ретінде жарып өлтіреді. Бірақ 1840 жылдары әйгілі эссеист, ақын және қазір айтқандай әсер етуші Шарль Бодлер көрмеде Давидтің Мараттың өлімін кездестіріп, ол туралы ең жағымды сөздерін айтқан екен. 1860 жылы Поль Бодри сол тақырыпқа сурет салды. Бірақ жәбірленушімен бірге өлтіруші де бар. Сол Шарлотта Корде. Дэвид те, Рок те қылмыс орнынан Шарлотта қашпаса да, оны бейнелеген жоқ. Бұл картина Шарлотта Корде деп аталады. Жалпы екі картинада құпия өте көп. Давид Маратты азаптаушы ретінде бейнелесе, Бодри Маратты француз революциясының қылмыскері ретінде танып отырған сияқты. Революция феодалдық қалдықтарды жойып, елде аграрлық проблеманы шешті. Революция нәтижесінде Францияда жерге деген екі меншік түрі пайда болды. Шаруашылық меншігі және ірі жеке жер иелену.